Қайырлы таң, қадірменді тыңдарман. Бүгін біз Оралхан Бөкейдің ауыл хикаяларына сапар шегеміз. Ол шешемнің замандасы еді деп басталады. Кім деп ойлайсыз? Әрине Күлпәш. Ал неге ұршық? Себебі Күлпәш ылғи да табалдырығында отырып, ұршық айналдырып отырады екен. Күлпәш бойындағы бір жаман әдеті бар. Ол табиғатынан қыдырмашы адам болады. Көрші қолаң оны онша жақтыра қоймайтын осы қылығы үшін. Түтін шыққан үйді аңдып, ыстық тамағының үстіне дәл түсетін жаман бір әдеті бар еді деп айтылады. Жұрт Күлпәшті осы мінезінен зәрезап болатын дейді. Баяғы заман емес, қазіргі ағыл-тегіл тоқшылық уақытта бала шағаның ортасында оңашаланып аузыңа енді ала берген асыңа бір емес, екі емес, ортақ бола берген адамды кім жақтыртады? Күндердің бір күнінде Ораш, бұл жерде Ораш дегеніміз Оралхан Бөкей, оқуын бітіріп қаладан ауылға келгенде Күлпәш сол Ораштың әке шешесі тұратын қара шаңырағына жүгіріп келіп, солармен бірге ортақтасып, асылған етке қол сұғады. Ақырында Ораштың шешесі Күлпәшқа енді неге жарамсақтанып отырсың? 5 ұршығының бірін сұрап едім, бермедің. Балаңа анау отын суға жәрдемдесіп жібер десек, көмектесе алмады. Көмектескен күннің өзінде ақысын арақпен төлегем дейді. Сонда бұл жерде Оралхан Бөкей шығармада, хикаяда шешем Күлпәшқа қағазға орап бір асым ет берді дейді. Ол қолтығына қысқан олжасын зыр жүгіріп апарып тастады. Сүйектен жонып істеген ұршығын алып құстай ұшып қайтып келе жатты. Өте әділ айырбас, екі жақты түсінушілік жағдайда өткен бүгінгі кеңес келесі күні басқаша сипат алды дейді. Ет тасып жеп алған Күлпәш ұршығын сұратып жіберіпті. Мен аң-таңмын дейді. Осы жерде жазушы Оралхан Бөкей, яғни бұл хикаяда Ораш деп көрсетілген, екі әйел адамның арасындағы байланысты осылайша суреттейді. Ауыл психологиясында ауыл адамдары есектің артын жусаңда малтап деген ұғымға сайып келіп, таза еңбекпен де күн көруге болатындығын алға тартады. Осы ретте осы психологиядағы Күлпәш Орашты ауылға келуін сұрайды. Ауылға келіп әке шешесіне қамқор болуды сұрайды. Сонда ол бірнеше рет өзінің баласымен Орашты теңестіреді. Шығарманың өзінде Оралхан Бөкей былай дейді: ержетіп ауылдан ұзап кеткеніме көп жыл өтті. Анда-санда қатынап тұрамын. Елдің қадір қасиеті әлі бұзыла қойған жоқ. Әрине, алыстан жолаушы келген соң мал сояды, амандасуға ағайын туған жиналады. Содан бірінен соң бірі сабылып жатар ауылдастарымның ортасынан ең әуелі іздейтінім ұршық үйіріп отырған Күлпәш еді. Шешемнен амандығын алғашқы сұрарым да осы кісі дейді. Сонда шешесі Күләй Орашқа: ол қатынды құдай алама? Жүр ғой әйтеуір, 7 күн елден, 7 күн жерден жеп деп жауап береді екен. Шешемнің бұл сөзі зілсіз ешбір кек, жаулық тілмен айтылмаса керек дейді. Қарап тұрсақ, қадірменді тыңдарман, Күлпәш сынды әйелдер әр ауылда бар. Егер Оралхан Бөкейдің ауыл хикаяларын толығымен оқып шықсаңыз, түсінесіз, өте қызықты, жұмыр, тартымды жазылған хикая.